Құрметті оқырман, осы видеоға лайк басып өзіңіздің ойыңызды комментарияға жазуын ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Болат, тоқташы. Айгүл, тағына не көрдің? Болат, біреу ыңырсып жатыр. Тағда мас болып біреу құлап қалған шығар. Жүр, кетейікші. Мен шаршадым. Үйге барып ұйықтаймын. Болат, мен көмектесуім керек оған. Күйеуі қабағын түйіп қарады да, түсінбедім. Саған мына қаңғыбастар күйеуінің де қымбат па деді. Айгүл болса бұталардың арасынан абайлап өте берді. Анында бір адам қарнынан жатты да ыңырсып қояды. Сізде бәрі дұрыс па деп сұрады. Қай жеріңіз ауырып тұр деп Айгүл оны ақырын аударып еді. Жүрегі шым ете қалды. Курткасының бір қыры тастай ғана малынып қалған екен. Болат оны райынан қайтармақ болды. Айгүл, айттым ғой жүрейік. Таңертең 8-де мен жұмысқа баруым керек. Ал Айгүл, ол күйеуіне ашуланып бұрылып, сен шынымен осы жерге тастап кетейін деп едің осы адамды? Өлсін дейсің бе деді. Ал сен мені басы сынып, көзі қанталап күйеу жұмыста барсын дейсің бе? Бір қаңғыбас аз болса, ауада таза. Қысқасы, мен кеттім деді. Қалғың келсе, өзің қал, деп Болат бұрылып, қараңғылыққа сынып кетті. Айгүл сенбей, артынан ұзақ қарап тұрды. Шынымен жалғыз қалдырдың ба? Деп сенбеді оған. Сіз жүре беріңіз. Мен үшін ұрыспаңыздар, деді жанағы ер адам. Айгүл бірден еңкейіп, сөйлеп жатпаңыз. Тек тыныс алысыңыз реттеңіз. Терең дем алуға тырысыңыз. Қараңызшы, дыбысын естисіз бе? Жақындап келеді деді. Ол жолға жүгіріп шықты, жедел жәрдемді қарсы алды. Сіз, Айгүл, қанатқысысыз ғой. Я дұрыс. Ертең ауруханаға келіп, түсініктеме жазыңыз. Қайда, қалай тапқаныңызды? Өзіңіз көріп тұрсыз, құжаты жоқ. Әрине, еш қиын емес. Біз оны Пушкин көшесіндегі бөлмеге апарамыз. Басқа жақ қабылдамайды да, деді. Айгүл басын изеп, машинаға соңғы рет көзін шығарып салды да, пальтосының жағасын көтеріп, үйге қарай беттеді. Такси шақыруға болар еді. Бірақ ол таксиді 10 минут күткенше 5 минут жаяу тезірек барғаным дұрыс деп өзі ойлады. Бүгін енесіне қонаққа баруға дайындала жүгіріп Айгүл өзін не күтіп тұрғанын жақсы білді. Тағы да Болаттың алтын бала екенін, ал өзіне ешкімге керексіз әйел деген кінәні, бірақ күйеуінің нағыз кім екенін осылай білемін деп ойламаған. Олардың отбасылық өмірлері әуел бастан бір түрлі еді. Болат алғашында Айгүлдің пациенті болған, аппендицитпен түскен ауруханаға. Ол кезде Айгүлдің жасы 32-де. Алдымен дәрігермен науқастардың арасындағы қарым-қатынас болса, уақыт өте келе Болат көңіл білдіре бастады. Айгүлде жұмысынан қолы босамай жүріп, сезіміне ерік берді. Ол әрқашан дәрігерлікті бәрінен жоғары қоятын, адамдарға көмектесуді сүйетін. Бірге болғанына көп уақыт болмай-ақ Болаттың шешесімен алғашқы кездесуін Айгүл өмір бойы ұмытпайтындай түсінді. Бірақ бастысы ол емес, бастысы отбасылар бар еді. Кешкісін Болат әсеуде отырып, қапалана сөйлеп кетті. Айгүл, мен саған үйленгенде әйелім әрқашанда қасымда болады деп ойладым. Үйде ыстық ас, үтіктелген көйлек, жұмыстан күтіп алатын жар. Ал мен не алдым? Түнгі кезекшіліктен де бас тартпадың. Бұл сенің ең алдымен істеуің керек нәрсе еді ғой. Айгүл пальтосын шешіп сабырмен бұрылды. Неге? Сен менің дәрігер екенімді, адамдарға көмектесуім керек екенін білдің ғой. Болат басын шыта қойды. Бүгін құтқарған кез бе? Ол жазылып алса ертең қараңғы көшеде басына таспен ұрып, әмиянын тартып алады. Болат бос сөз айтпа. Мен тамақ істеймін, кір жуамын, үй жинаймын, жұмысқа барамын. Әлде сен мені терезеден сығалап, сені күтіп отыруымды қалайсың ба? Я, солай қалар едім. Сонда қалай күн көреміз? Үйге ақша келмегеніңе
Қай заман болды? Болат орнынан атып тұрды. Мен мұндай тонда сөйлеспеймін. Енді сен тағы біздің отбасыдағы бүкіл мәселе менің кінәммен деп айтығың келіп тұрма? Ал бізде шынымен бәрі дұрыс па? Деді Айгүл жай ғана. Бүгін сен қонаққа бөлмеде жатсың. Мен шаршадым. Маған ертең жұмысқа бару керек. Ұйықтауым қажет. Деп Болат есікті қатты тарс жауып, бөлмесіне кіріп кетті. Айгүл иығын қиқаң еткізді. Бұл оған алғаш рет емес еді. Кәдімгі отбасыларда еріншек күйеулерді әйелдер қуып шығады. Ал бұларда керісінше, күйеуі әйелін қуып шығады. Бәлкім расымен олардың отбасында ешқашан дұрыс болмаған шығар. Айгүл диванды төсеп жатты да, таңертең Болат оянбай тұрып үйден шығып кетті. Әдеттегідей күйеуіне таңғы ас әзірмек болған, бірақ кенет тоқтап қалды. Ашеудің ортасына ас кем тұрды да, ыдыстарды раковинаға тастай салды. Ештеңе етпес, 2 жұмыртқаның өзі де қуыра салады ғой, деп ойлады. Сағатына қараса, артық 30 минут уақыты бар екен. Айгүл шешімді түрде косметичкасын алып, жуынатын бөлмеге өтті. Аурухананың баспалдағымен көтеріліп келе жатқанда телефонына Болат SMS келді. Сен бүгін кешірім сұрайсың. Өзінің қылығыңды білесің. Таңғы ассыз қалдым. Айгүл жымиды да телефонның қасына салып қойды. Жарайды, бірақ ашулана берсін. Қазір анасына шығатын шығар, деді іштей. Айгүл Қанатқызы, бүгін ерекше әдемі көрінесіз, деді жас Медбике Ләйла. Айгүл сасқалақтап күліп жіберді. Ой қойшы, Ләйла, ұялтып жібердің ғой. Ол ординатор бөлмесіне кіргенде бәрі үнсіз қалды. Рентгенолог дауыстап, мен бәріміздің атымыздан айтайын. Айгүл, сен бүгін ғажайып көрінесің, деді. Айгүл жүз рет өкінді. Неге ғана бояндым деп. Сол сәтте хирург әріптесі бұрылып, Айгүл, сіз білесіз бе? Кеше әкелген науқасыңыз бізде жатыр. Қандай науқас түсінбедім. Я, жедел жәрдеммен Пушкин көшесінде өлім қабылдамай бізге жеткізген. Талғат айтты ғой. Айгүл тапқан, өзі емдесін деп. Уайымдамаңыз, операция жасалды. Тірі қалды. Айгүл күлімсіреп қойды. Құдайым-ау, соңғы кезде бәрі қалай бір түрлі болып бара жатыр. Бұл ғана емес, деді әріптесі. Ол ер адам есін жинаған соң біреуге телефон соқты. Жарты сағат өтпей-ақ ауруханаға үлкен адамдар келді. Сөйтсек, ол бір ықпалды әлеуметтің мүшесі екен. Туысқандарының бірі одан құтылмақ болыпты. Бірақ сенің жолыққаныңнан ба, әлде өздері аяқсыз қалдырған ба, әйтеуір ол тірі қалды. Енді оған ыстық еткендердің бәрі ауыр тиетін сияқты. Айгүл басын шайқады да, жетер, артық ақпаратқа жетемес. Кейін айтарсың. Дәрігері кім өзі? Әрине сен. Біз оны саған беркіттік. Айгүл палатаға кірді. Науқас басын бұрып қарады. Кеше түнде оның түрін жарықта көрмеген. Жасы қаншада екенінде аңдамаған еді. Енді шамасы 40-тан асқан байқалды. Бірақ түрі жүдеу болатын. Бұл сіз бе? Деді ер адам әлсіз үнмен. Өзіңіз қалайсыз? Деп жылы жымиды Айгүл. Мені танк басып өткендей секілді. Бірақ ең бастысы сізге рахмет. Жолдан кетпегеніңіз үшін. Қойыңызшы, мен дәрігермін ғой. Алдымен тексерейін. Жарақаттарыңыз қарап шығайын. Айгүлдің кезекшілігі қалай өткенін өзі байқамай қалды. Бірақ өте шаршады. Түске дейін үздіксіз айтылған комплименттерден әбден ұялып, ол әжетханаға кіріп, бояуын жуып тастады. Бір түрлі жағдай еді. Аздап қана әрленген сол, бірақ бәрінің көзінше ерекше болып көрінді. Ал Болаттың комплимент естігеніне кемі 2 жыл болған. Үйлесімде 5-ақ жыл өмір сүрсе,
Соның тең жартысы ол әйеліне жылы сөз айтпапты. Бұған Айгүл үйреніп тек кеткен. Әсіресе Болаттың: біз 15 жасар бала емеспіз, саған бұлшық еттен гөрі ірелке жуып қойған жарасады деген сөздері есінде. Кешке Айгүл келіп кілтті салды, бірақ бұрылмайды. Үңіліп қараса, Болат тағы да іштен кілтеп алыпты. Кілтін ұмыт қалдырған. Мол жоқ, қоңырау шалу керек еді. Бірақ шақырудың қажеті болмады. Есік өзі ашылды. Ақыры келдің бе деді Болат бір түрлі қуанышпен. Не болды? Айгүл түсінбей тұр. Түк емес. Ақыры ес жидым. Кір, деді Болат. Айгүл ішке кірді, чемоданды көріп селт етті. Бұл не? Бұл сенің заттарың, білесің бе? Ойлап қарасам, сенің кезбелерге жаның ашиды. Ал күйеуіңе қарайлауға зауқың жоқ. Сондықтан саған сүйікті ісіңнен айналысуға мүмкіндік беремін. Тек түсін, бұл пәтер менікі. Саған кету керек. Болат: есің дұрыс па деді. Қазір қайда барам? Түн болды. Ал менің жалғыз бөлмелі пәтерімде жалға алушылар тұрады. Бұл мені қызықтырмайды. Анар, осы сәтте бөлмеден бір қыз шықты. Бұл мен үлкен ісін ұстап, әрең басып келді. Міне, бұл Анар, өзінің көріп тұрсың. Менен бала күтіп жүр, деп Болат мақтанышпен. Айгүл аң-таң болды. Жүкті сияқты көрінгенмен қыздың өзі ыңғайсызданып, ішін тек Болат қасында ғана тыққан түсінді. Бұл арзан спектакль еді. Айгүл үндемей чемодандарын алып сыртқа шықты. Көңілі босап, жылап алсам жеңілдермеді деп ойлады. Бірақ көзінен жас та шықпады. Іші бос, жаны қаңырап қалғандай сезілді. Сәл аялдап тұрды. Бағытын баяғыдай ауруханаға бұрды. Айгүл ординатор бөлмесінде диванға жайғасып, аздап тынығып алмақ болды. Таң ата салынысымен пәтеріндегі жалға алушыларға қоңырау шалуды ойлады. Бірақ бір сәтте есіне олардың кішкентай баласы есіне түсті. Жоқ, олай болмайды. Қалай ғана бала шағасы барлар адамдарды далаға шығарып жіберемін деп ойлады. Әлде өзі бір бөлме жалдар екен деп ойлады. Басы сынып ауырып, ойлары шырмалаң болды. Аурухананың таныс ғимаратын көргенде ғана жеңіл тыныс алды. Қандай шаршап кетіппін. Кезекші дәрігер оған таңырқай қарап, артынша чемоданды көрді де күрсінді. Мүмкін бұл да бір жақсылық болар. Соңғы кезде жүзіңнен бақыттың лебі байқалмайтын еді. Жарайды, Айгүл, тыныға бер. Мен пациенттерді қарауға кеттім деп шығып кетті. Ол кеткен соң Айгүлдің жанарынан жас ұшырап шықты. Ұзақ уақыт ұйықтай алмай, түн ортасында сыртқа шықты. Қабырғаны сүйеніп, терең ойға көміліп тұрған таныс дауыс естілді. Бұл сіз бе? Айгүл селк етті. Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Сізге төсектен тұруға 3 минут рұқсат берілді ғой. Пациент қолын сілкіді. Қойыңызшы, өмірімде мұнша көп жатқаным жоқ. Егер жатсам, шын өлгенім, ал сіз неге жылап тұрсыз деді. Айгүл теріс қарап еді. Ер адам айналып келіп қарсысынан шықты. Оның көздері қорқынышты да, жанашыр еді. Айгүл: Қанат қызы, не болды? Айтыңызшы, үндемей тұрмаңыз. Мен көмектесе аламын. Қолымнан көп нәрсе келеді. Айгүл әлсіз жымиып: Жоқ, сіз көмектесе алмайсыз. Сіздің мүмкіндіктеріңіз бұл жерде пайдасы жоқ. Неге бұлай дейсіз? Не болғанында айтпадыңыз ғой? Айтпай жатып, көмегім жоқ деуіңіз қалай? Аз кем үнсіздіктен соң Айгүл сыбырлап айтты: Күйеуім мені тастады. Жоқ, тастаған жоқ. Үйден қуып шықты. Оның үстіне
менің орныма басқа әйелді ертіп әкелді. Ер адам біраз үнсіз қарап тұрды да, кенет жымиып, құттықтаймын. Не? Сіз менімен әжуаласып тұрсыз ба? Деді Айгүл ренжіп. Жоқ, ешқандай әжуасыз. Сізді сүймеген, қадірлемеген, бағаламаған жаннан арылдыңыз. Бұдан артық бақыт бар ма? Ол сізді біреуге айыр бастаған, демек ондай адамның кеткені жақсы. Қалғанның бәрі шешіледі, деп манаға ер адам айтты. Арадан 1 жыл өтті. Айгүл Қанатқызы сізге таңғы гүл әкелді, деді жас медик Ләйлә күлімсіреп. Операциялық бөлмеде жүрген Айгүл жылы жымиды. Рахмет Ләйлә. Неткен тамаша күйеуіңіз бар. Әр кезекшілігіңізде гүл береді. Бақыт деген осы шығар, я? Айгүл жас қыздың баладай таңырқай қараған көріп, мейірлене күліп жіберді. Я Ләйлә, ол мені қатты сағынады. Таң атқаннан кешке дейін есіне ала береді. Әріптестерімнің назарына маған аударар деп қызғанады. Сол үшін де гүлдері бір жағынан сақтық тұмары секілді. Мен де тұрмысқа шықсам, тек сонда ер азаматқа тиемін, деді Ләйлә. Жарайды, армандап жүре берме, жұмыс істейік. Келесі науқас кім? Медбикке тарих қағазын берді. Айгүл парақша қарады да, операция үстеліне көз салды. Сол сәтте жүрегі шым етті. Ол Болат еді. Бұрынғы күйеуі. Айгүл, бұл сен бе? Егер қаласаң, басқа хирургты шақырсаң. Болат көзін жұмып, әлсіз тіл қатты. Жоқ, шақырма. Мен сені білемін. Сен жақсы дәрігерсің. Айтшы, сен тұрмысқа шықтың ба? Бұл сұрақтың отаға қандай қатысы бар? Әрине, еш қатысы жоқ. Тек менде бәрі ондағыдай болмады. Анар алды да бала мүлдем болмаған екен. Қалай ғана жолым болмады. Айгүл, мүмкін біз қайта қосылармыз. Өйткені бұрын бәрі жаман болған жоқ қой. Айгүл Ерланға белгі берді. Анестезия әсер етіп, Болаттың сөзі бұлдырға айналды. Егер сені мені тыңдағаныңда бәрі жақсы болар еді. Сен кінәлісің. Анарда сен сияқты опасыз болып шықты. Ерлан басын шайқады. Болаттың бетіне маска кигізді де Айгүлге қарады. Мен басқа дәрігерді шақырмайын ба? Айгүл қолын сілтеді де, жоқ, сол адаммен бұрында бөтен едік. Қазір тіпті жатпыз. Оның сандырағаны мені толғандырмайды. Өйткені мен қазір бақыттымын. Бақытты адамдарға мұндай әңгімелердің әсері болмайды. Ерлан жымиып, дұрыс айтасың. Соңғы кезде гүлдей құлпырып жүрсің. Солай ма? Айгүл жымиып күлді. Ерлан сенен ештеңені жасыра алмайсың. Тіпті күйеуім әлі сезбей жүр. Ал сен әлде қашан байқап қойғансың. Айгүл скальпелді қолына алды да, сенімді дауыспен, Ерлан, мен шынымен де бақыттымын. Жолымды таптым. Жанында мені бағалайтын, сүйетін адам бар. Маған күніне 100 рет ақылдымсың, сұлуымсың. Сенсіз өмір елестете алмаймын, деді. Сол жеткілікті. Ал енді іске кірісейік. Олар жұмысты бастады. Ал Болаттың ауруханаға қала шетіндегі қоқыс маңынан жергілікті қаңғыбастар арасындағы төбелестен әкелген еді.